Мақсат Ысқақов, жетімнің ақысы. Анам дүниеден өткенде 7 жасар бала едім, деп бастады әңгімесін Қасен Құрдас. Анамның ұзаққа созылған науқасы мені ерте сейтті. 4 баланың үлкенімін. Араға 2 жыл салып, анам да бізді дүниеге әкеле берген екен. Артымнан ерген қараларға қарауды анам дүниеден өтерде маған аманат қылып кетті. Анамды жерлеп келгенде шөп қораға барып солқылдап ұзақ жыладым. Ішім алай-дүлей өртеніп жатты. 1 жастан ендасқан бауырымның мамасын іздеп өксіп жылағаны маған өртке май құйғандай болып әсер етті. Сынақты көтере алмай әкеміз ішіп кетті. Суықтам, аш құрсақ жетім, жанарымыз әркімге жәутеңдеп өмір сүріп жаттық. Көбіне қайырымды көршілеріміз көмектесті. Жетім деп басымыздан сипады. Бірде әкеміз үйге бір әйелді ертіп келді. Аналарың болады деп таныстырды. Жанары суық, қатқан қара келіншек екен. Сіркесі су көтермейтінін, сілеусін қабағы айтып тұр. Әкеміз маршруткада шопыр. Азаннан қара кешке дейін үйде болмайды. Бәленің бәрі қазанда пісіп тұрған сүттің қаймағын жедің деп басталды. Сол күні мені өлімші қылып ұрды. Ертеңіне бойымды көтере алмай қалдым. Кішкентайыным жыласа үніңді өшір деп гәлөшті жібереді. 5 жасар қарындасым нанға берген тиынды жоғалтып алған екен. Сол күні кешке дейін үйге кіргізбеді. Битбас деп қашан көрсең қарындасымды төмпештеп жататын. Қарнымыз ашқаннан қаймағы басылмасын деп қазандағы сүтті талай рет қамысты трубка қылып іштік ау. Бай боласыңдар деп нанның қатқанын, қазанның қаспағын беретін. Аяқ киіммен ішке кірдің деп кіші қарындасымды шемшеуірмен сабағаны әлі есімде. Әкеміз келсе дым болмағандай айналып толғанып кететін. 1 сыныпқа енді барған баламын, жазу жаза алмайсың деп саусағымнан сызғышпен оңдырмай ұратын. Содан жасық болып өстім. Кім жылы сөйлесе, соған жабыса кететін әдет пайда болды. Әкемнің қамқорлығы жездедей дегені рас екен. Әйтеуір әкем ғой, аман болсын. Туған анаңдай қайдан болсын. Өміріміз өксіп, интернатта өтті. Анамның көйлегін құшақтап, өксіп жылаған талай түндер өтті ау. Мен әскерде жүргенде әкем дүниеден өтті. Борышымды өтеп келген соң бауырларымды алып Астанаға көштім. Талай қиын күндерді бастан кешірдік. Бүгінде қатарға қосылдық. Бауырларым да өмірде өз орындарын тапты. Жетім қозы тасбауыр, отығарда жетілер деген рас екен. Өткен күндердің бәрі бүгінде ұмыт қалды. Жара жазылғанымен жүректерде сызаты қалды. Жақында Астанадағы қарттар үйіне тексеріспен бардым. Қарттар үйіндегі шынашақтай қара кемпір көзіме оттай басылды. Таныс бейне, сөйтсем, менің өгей Әнипа шешем екен. Мені көріп төменшіктей берді. Әкем өлген соң кетіп қалған еді. Онан соң да 2 рет тұрмыс құрыпты. Қартайғанда әркімнің босағасын жағалап жүрген кемпірді қайырымды жандар осы қарттар үйіне орналастырыпты. Баяғы қауқар жоқ, қуаты кеткен кемпірдің өмірдің өзі иілген талдай қылыпты. Таспен ұрғанды аспен ұр деген қазақ емеспіз бе? Айына 1-2 рет өгей анамның артынан барып тұрам. Бауырларым аттап баспайды. Әбден өткізіп жіберген ау. Жетім көрсеңіздер, жебей жүріңіздер. Олар мейірімге мұқтаж дегенде Қасен Құрдасымның жанарына жас тығылып қалды. Мақсат Ысқақов.